Been a long day, I just wanna lay down. Қайырлы күн. Сіздерге бүгінгі сабақта, бүгінгі видеода жеке тұлғаның жылжымайтын бөлігінің болмауы туралы справка, яғни анықтама қалай алу керектігі туралы көрсетемін. Ол үшін YouGov порталға кіреміз. Войти. Осы жерден ECP ключіміз арқылы кіретін боламыз. Если сізде ECP жоқ болса, осы каналымда ECP-ні 5 минутта қалай алу керектігі туралы видео бар. Соны қарап тез ала қойсаңыз болады. Қазір мен өзімнің атымнан кірейін. Сосын айтамын. Сіздерге осындай терезе ашылатын болады. Осы жерден именно осы терезеден недвижимость дегенді басамыз. Қазақшада көрсетуіме болатын еді, бірақ қазақша түсініксіз деп қала ма деп тұрмын. Сондықтан да осылай орысша көрсете берген дұрыс. Покупка, продажа, аренда деген бөлімнен, услуги деген бөлімнен показать все дейміз. Астында представление сведений об отсутствии наличия недвижимого имущества деген тұр, соны басамыз. Яғни сіздің басыңызда жылжымайтын мүлік жоқ деген қазір справканы аламыз. Заказать услугу онлайн дейміз. 3 шагтан тұрады. Бірінші шаг, яғни на себе тұра береді. Выберите область Актубинская. Мысалы, менің өзімнің тұратын облысым Ақтөбе. Подписать и получить справку деген басамыз. Екінші шаг, бұл жерде біз ECP ключімізбен қол қоятын боламыз. Яғни жаңа біз кірген кезде аутс деген бөліммен кірдік. Екінші RSA деген ECP-мен кіреміз. Носитель информации дейміз. Жаңағыдай ECP ключіміздің екінші RSA дегенмен қол қойып справкамызды аламыз. Открыть. Писать. Қазір бізге уже береді. Ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Қазір кішкене интернет баяу істеп тұр. Или бұл YouGov-тың сайтында да болуы мүмкін, жай істеп тұруы. Қазір үйден отырып та кез келген нәрсені істей беруге болады ғой. Қазақша және орысша вариантта справкамызды беретін болады. Сосын оны скачать етіп аламыз. Мінеки қараңыздар, справка отсутствие наличия недвижимого имущества. Қазақша көрсетейін. Орысша да бар. Екі тілде көрсетілген. Қараңыз, жылжымайтын мүліктің жоқтығы туралы анықтама, қай күні берілгені туралы, міне жылжымайтын мүлікке құқықтар тіркелмеген деген секілді осындай справка береді. Скачать етіп аламыз өзімізге. Бұны шығарып алсаңыздар да болады, яғни бір жерге өткізем десеңіздер шығарып алуға болады. Нерабочий стол. Мінеки минутта же менде просто сет дұрыстамады. 1 минутта справканы қалай алу керектігі туралы көрдіңіз, үйрендіңіз, алдыңыз, иә? Және де осындай басқа да ақпараттар туралы менің каналымнан көргіңіз келсе, оңай алғыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.